аясында біз жастарды әскерге шақыру бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі іс-шарамызға қарулы күштер ардагерлері, Алматы қаласы Алмалы ауданының қорғаныс істер жөніндегі басқармасының әскери қызметшілері және Алмалы ауданына қарасты жастар комьюнити орталығының өкілдері және әскери институттың өкілдері қатысты. Бұл іс-шарамыздың басты мақсаты жастардың бойында патриоттық құндылықтарды қалыптастыру, әскери қызметтің артықшылықтары мен маңыздылығы туралы ақпараттар тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің оң имиджін нығайту мақсатында жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта осындай патриоттық іс-шараларымыз оң нәтижесін береді деген сенімдемін.